Сіздерме құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен сіздермен бірге 4-5 жасар балалардың және 1-ші сыныпқа барған балалардың жүргізіп оқуына көмектесемін. Ол үшін келесі сабақтарымызды мұқият қарай отырып, менімен бірге қайталауды ұмытпаңыздар. Ендеше білімге құмар құштар балалармен кездескеніме өте қуаныштымын. Каналдың аты «Кел балалар оқулық». Осы каналдан сіздер алдағы уақытта балаларға ең тиімді және тез үйрене алатын сауаттарын тез ашып жүргізіп оқуға үйрететін сабақтарды көре аласыздар. Сабағының басын Ыбырай Алтынсаринның «Кел балалар оқулы» өлеңімен бастайықшы ғана. Бәріміз бірге экранға қарап, өлеңді бірге оқимыз. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқулық, оқылғанды көңілге ықыласпен тоқылық. Қазақ тілінде, қазақ алфавитінде 42 әріп бар. 42 әріптің ішінде 37 дыбыс бар. Яғни осы әріптердің ішінде қазақ тіліне тиісті 9 төл әріптеріміз бар. Осы әріптерді тани отырып, әріптерден буын құраймыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз А дыбысы мен әрпі. Қазақ тіліндегі дыбыстарды біз 2 топқа бөлейік. Бірінші дауысты дыбыс, екінші дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыстар қызыл түсті ұяшыққа жинаймыз, ал дауыссыз дыбыстарды көк түсті ұяшыққа жинаймыз. Экранда көріп тұрғандай, біз қай дыбысты көріп отырмыз қазір? Дұрыс айтасыңдар. А дыбысын. Қане бәріміз дауысымызды шығарып, А, керемет. Енді А дыбысын айтқанда қандай ерекшелікті байқадыңдар? Яғни дыбысты айтқанда бізге көмектесетін ауыз қуыстарымыз. Дыбысты айтқан кезде ауыз қуысымыздан ешқандай кедергісіз шықса, ол дыбыстарды дауысты дыбыс дейміз. Енді бәріміз А дыбысын 3 рет қайталаймыз. Керемет, рахмет. Яғни А дыбысын айтқанда қандай кедергілер болды? Әлде кедерге ұшыраған жоқ па? Оны міндетті түрде маған хат түрінде жазып жіберіңдер. Яғни А дыбысы ешқандай кедерге ұшырамай шықты. Оны біз онда қызыл ұяшыққа жинап қоямыз. А дыбысының баспа түрі және жазба түрі бар. Балалар, енді кезекте бізге қонаққа Н дыбысы келіпті. Қане бәріміз Н дыбысын қайталайықшы. Н, өте керемет. Н дыбысын байқадыңдар ма? А дыбысы сияқты қызыл көйлек кимеген. Ол түсіне қандай көйлек киіп алыпты? Дұрыс айтасыңдар. Н дыбысы көк түске боялып алыпты. Яғни оны біз көк түсті ұяшыққа салуымыз қажет. Ал енді көк түсті ұяшығымыз қандай дыбыс еді? Дұрыс айтасыңдар. Дауыссыз дыбыс. Қайталаймыз. Дауыссыз дыбыс. Дауыссыз Н дыбысының баспа түрі және жазба жазып қоюды ұмытпаңдар. Нан. Бәріміз бірге. Нан, нар. Ал енді балаларда әріптер көріп тұрмыз. Н және А дыбысы. Н дауыссыз дыбыс, А дауысты дыбыс. Енді осы 2 дыбыстан құрай отырып, На буынын құрап айтамыз. Бәріміз бірге оқимыз. На, 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 на. Өте тамаша, керемет. Енді осы буындар арқылы, біз осы буынды көп жаттау арқылы үйреніп аламыз. Үйде бірнеше рет қайталауға тапсырма беремін.
Енді осы на буынын алдына әріп қоямыз. Яғни біздің экранымыздың алдында жасырылып тұрған әрпіміз қандай әріп деп ойлайсыңдар? Ал ендеше сендердің жауаптарың дұрыс па екен? Тексеріп көрейін. Дұрыс, балалар, сендер әрине дұрыс таптыңдар. Ол А дыбысы еді. Ал енді А дыбысын на буынына құрап сөз шығарамыз. А, на. Қайталаймыз қайтадан. Аны созып оқимыз, себебі ол дауысты дыбыс. Ол А дыбысын на буынына ұрып оқимыз. А, на. Керемет, өте тамаша. Тағы бір рет қайталайық. А, на. Өте тамаша. Рахмет, балалар. Енді келесі дыбысымыз, келесі на буынымызға жасырынып тұрған қандай әріп екен? Кәні айтыңдаршы бәрін. Өте тамаша. Ал ендеше ол дұрыс екенін тексеріп көрейік. Енді жасырынып тұрған әріпіміз, яғни н әріпі. Кәні бәріміз н әріпін экранға жазып қояйын сендермен бірге. Енді н әрпіне қосып, на буыны н әрпіне қосып оқимыз. Нан. Кәні бәріміз нан. Яғни А дыбысын созыңқырап барып қосамыз. Нан деп н дыбысына ұрып оқимыз. Нан. Керемет. Бүгін сендер на буынын айтып жаттау арқылы сөздерді оқуға үйрендік. Қандай сөздер оқыдық кәні? Жасырынып тұрған дыбысымыз қай дыбыс? Әріп еді. А әріпі. Дұрыс айтасыңдар. Кәні мен А әріпін жазып қояйын. А әріпі. Енді А әріпін на буынына қайталап оқимыз. А, на. Яғни а, на. Келесі сөзіміз нан. Өте тамаша. Рахмет. Келесі әріпіміз қандай әріп екен? Қаны бәріміз көрейікші кәні. Керемет. Қандай әріп көріп тұрсыңдар балалар экранын? Р. Өте тамаша. Р дыбысымен оқимыз. Қаны бәріміз бірге Р деп қайталаймыз. Р дыбысының баспа түрі және жазба түрі. Суретте не байқап тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Балалардың иті, яғни жоғарыдағы мысыққа қарап, ырылдап тұр. Қаны бәріміз ырылдап көрейікші. Дұрыс айтады. Яғни деп қайталау арқылы біз р дыбысын дұрыс айтуымызға үйренеміз. Үйде бірнеше рет, яғни өзіміздің ең сүйкімді иттеріміз сияқты ырылдаймыз. Тамаша. Р дыбысы арқылы біз сөздерді оқып үйренеміз. Р дыбысы сөздің басында кездескенде деп естіледі. Бірақ дыбысы жазылмайды. Тек р әрпін ғана жазамыз. Бізге таныс буын, мына буын бізге таныс ба бұдан алдын? Дұрыс айтасыңдар. На буыны. Енді на буына қарай отырып, біз осы жердегі әріпті қоюымыз керек. Жасырынған әріпті бәріміз қоюымыз керек. Оған біз келесі сурет көмектеседі. Қаны балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Суретте нар көріп тұрмыз. Нар. Бәріміз қайталаймыз. Нар.
Енді на дыбысы бізге белгілі, ол буынға біз апарып р дыбысын қоямыз қазір. Р дыбысын жазамыз. Енді қосып оқимыз. На буынына р дыбысын қосып оқимыз. Нар. Қайталаймыз. Нар. Керемет. Нар сөзі шықты бізден. Ал енді суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Айна. Дұрыс, өте тамаша. Бұл жерде қай дыбысты біз жоғалттық? И дыбысын. Өте керемет. Келесі суретке назар аударамыз. Суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Суретте банан көріп тұрсыңдар. Енді осы жерге б дыбысын қосып оқимыз. Яғни б. Банан. Бәріміз. Банан. Керемет. Осы тапсырманы қайталап көру арқылы сөздерді оқуға жаттығамыз. Ашық буындарды қайталап шығайық енді. Ра. 3 рет қайталаймыз. Ра. Ра. Келесі. Ро. Ру. Р. Ри. Өте тамаша.